Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен етістік тақырыбын жалғастырамыз. Бұл бізде 11-14 жаттығулар аралығы қазақ тілі пәні 107 сабақ 2 сынып. Менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. 11 жаттығуға көңіл аударайық. Мәтінді оқы дейді. Екі бала тоғайға бардық. Қарағайдың түрлі өсімдіктің жұпар иісі мұрныңды жарады. Аласа бұталардың арасынан сұр торғай көк шымшықтар пыр-пыр ұшады. Алыстан ала қанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Тоғай іші көңілді. Енді осы жерден не істедік, қайтеді сұрақтарының тиістісін қойып, етістіктерді тап дейді. Енді былай тауып көрейік өз ойымызша. Екі бала тоғайға бардық. Не істедік? Бардық. Бірінші етістік таптық, бірінші сөйлемнен. Екінші сөйлем. Қарағайдың, түрлі өсімдіктің иісі, жұпар иісі мұрныңды жарады. Қайтеді? Мұрныңды жарады. Ары қаратай. Аласа бұталардың арасынан сұр торғай көк шымшықтар пыр-пыр ұшады. Қайтеді? Ұшады. Ары қарай. Алыстан ала қанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Не істейді? Қайтеді? Естіледі. Тоғай іші көңілді. Бұл жерде етістік жоқ, міне. Яғни міне барлық етістікті тауып қойдым. Не істедік? Қайтеді сұрақтардың тиістісін қойып етістіктерді таптық. Жақсы балалар, келесі 12-ші жаттығуға қарайық. Өлеңді жатқа жаз дейді. Енді сендер білесіңдер, біз көшіру диктантты, жатқа жазу диктантты, бірнеше диктант түрлерін жазып үйреніп жүрсіңдер, Енді қараңдар, бұл жерде жатқа жазу. Біз осы алдыңғы видеоларда мақал-мәтел, жаңылтпаш деген сияқты қысқа жаңағы жаттығуларды жатқа жазып көргенбіз. Енді бұл жерде 4 жол өлең. Ақ қанатты шағала, қалықтайсың жағада, көк теңізден шықпайсың, жағасында ықтайсың дейді. Бұл шағала туралы өлең. Осыны міндетті түрде жаттап аламыз. Одан кейін барып дәптерге жатқа жазуымыз керек. Жатқа жазудың ережесін тағы бір айтып өтейін. Ол жерде қатесіз, барлық тыныс белгілерін сақтай отырып, барлық сөздерін орын-орнымен сақтай отырып, жатқа жазады екенбіз. Ақ қанатты шағала, қалықтайсың жағада, көк теңізден шықпайсың, жағасында ықтайсың. Бұл шағала туралы өлең. Енді осы жерден етістіктердің астын сыз дейді. Қандай етістіктер бар? Ақ қанатты шағала. Бұл жерде етістік бар ма? Жоқ. Қалықтайсың жағада. Бұл жерде етістік бар, Не істейсің? Қалықтайсың. Шағала не істейді жағада? Қалықтайды. Көк теңізден шықпайсың. Не істейсің? Шықпайсың. Жағасында ықтайсың. Ықтайсың деген не деген сөз? Жаңағы ық деген сөздің өзі мағынасы балалар, мысалы желден ық жерге тұр дейді, жел соқпайтын жер, жаңағы бір қорғаныс жер, қорғанысы бар жерді айтады. Бір мысалы қатты жел соғып тұратын жер болса, соның бір жел соқпайтын бір бұрышқа немесе бір қуысқа барып тұратын болсақ, сол жерді ық жер деп айтамыз, ық жерге тұршы деп айтады, мына жерде қатты жел соғып тұр, ықтап тұрайықшы деп айтады. Яғни ықтайсың деген сол мағынада айтылған. Яғни бұл да етістік екен. Етістіктердің астын сызып шықтық. Енді өлең не туралы екенін айт. Өлең шағала құсы туралы, Шағала деген теңіздің, көлдің, су құсы, бұл су теңіздің, көлдің, мұхиттың жағалауында жүретін, өзеннің жағалауында жүретін аппақ құс екен, Ол шағала деген балықпен қоректенетін құс, суда жүзетін құс екен, Ол су құсы. Өлеңге ат қой дейді. Өлеңге шағала деп ат қоюға болады екен, Жақсы, 12-ші жаттығу осымен аяқталды. Ал енді балалар 13-ші жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде түлкі мен ешкі ертегісіндегі негізгі оқиғаларды есіңе түсір, суреттерді пайдаланып, жоспарды жалғастырып жаз дейді. Алдымен мына суреттерге қарап, түлкі мен ешкі ертегісін есімізге түсіреміз. Егер сендер оқымаған болсаңдар, ол ертегіні қазір мен сендерге айтып беруге тырысамын.
Баяғыда бір түлкі далада келе жататтағы күннің ыстығында, жаз уақытында далада келе жатып бір терең апанға түсіп кетеді. Міне бірінші суретте қараңдар. Терең апанға түсіп кетеді, қалай шығарын білмейді. Ары секіреді, бері секіреді қу түлкі, бірақ шыға алмай отырады. Бір кезде апанның қасынан ешкі өтіп бара жатады. Ешкі өтіп бара жатады да түлкіні байқап қалады. Сосын түлкіден сұрайды: «Әй түлкі, сен не қылып отырсың мына апанда?» дейді. Сонда түлкі ешкіні алдау мақсатында былай айтады: «Ой, дала деген ыстық қой, күн деген қайнап тұр. Мына апанның түбінде салқын екен, күн түспейді екен. Осы жерде демалып, рахаттанып отырмын. Тіпті мына жерде салқын су да бар екен. Мен осы жақта рахаттанып, демалып отырмын» дейді. Содан ешкі айтады: «Әй, ондай болса мен де түсіп салқындап алайын. Маған да ыстық болып тұр мына күн» дейді. Ешкі секіріп түседі. Апанға түскенде сол сәтті пайдаланып, түлкі бастап секіріп ешкінің үстіне шығады, одан секіріп апаннан шығып қашып кетеді екен. Яғни ешкіні алдап, апанда қалдырып кетеді екен. Міне осы ертегі осылай жасалады. Енді арғартай қараңдар, суреттерді пайдаланып жоспарды жалғастырып жаз дейді. Міне мына жерде жоспар жазылған екен. Түлкінің апанға түсіп кетуі. Бірінші жаңа айттық, түлкі күннің ыстығында, жаз уақытында ыстықтап тамақ іздеп келе жатқан түлкі апанға түсіп кетеді. Байқаусызда. Енді арғартай екінші суретте не болады? Ешкінің түлкіге келуі, түлкідан жаңағы апаннан шыға алмай отырса, қасынан ешкі өтіп бара жатады, содан жаңағы ешкі сұрайды, түлкі мен ешкінің арасында диалог болады, ешкі сұрайды: «Әй, сен не қылып отырсың апанның ішінде?» деп. Түлкі айтады: «Мен бұл жерде рахаттанып, демалып отырмын» деп айтады. Ары қарай үшінші түлкінің ешкіні алдап қашып кетуі, бір кезде ешкі де түлкі сияқты салқындап, мен салқын жерде отырайын деп жаңағы апанның ішіне секіріп түскен уақытта түлкі бастап ешкінің үстіне шығады да одан апанның сыртына қарай секіріп қашып кетіп қалады екен. Түлкі ешкіні алдап қашып кетеді екен. Міне жоспарды сурет бойынша осылай құрастырамыз. Суретке қарап отырып жоспар құрастырамыз. Сосын ол жоспар бойынша бізге кез келген ертегіні, әңгімені әңгімелеп беру оңайға түседі екен. Егер сендерге әдебиеттік оқу пәніне немесе басқа бір үлкен ертегілерді әңгімелеу өте қиын болса, сендер ұмытып қалып жатсаңдар оқиғалар желісін, осылай алдымен жоспар құрып алуға болады. Сосын сол жоспарға қарап, арғартай әңгімелей беруге болады әңгімені. Жақсы, келесі бүгінге соңғы жаттығу: сөздерді оқып, олардың етістік екенін дәлелде. Міне сайрады, ұлыды, жарқылдады, үрді, оқыды, ойлайды, жазады, көрді, жинады, гүлдеді. Бұлар не себепті етістік деп айтамыз? Себебі бұларға қандай сұрақ қойылады? Не істеді? Қайтты? Қайтеді? Осындай сұрақтар қойылады екен. Не істеді? Бұның барлығы қимылды білдіреді. Сайрайды, не істейді? Ұлыды, қайтты, жарқылдады, не істеді? Яғни осылай кете береді екен. Етістіктерге сұрақ қой, оларды тиісті сұрақтардың тұсына топтастыр. Не істеді деген сұраққа жауап беретін етістіктерді теріп жазайық. Не істеді бала? Оқыды. Не істеді Айнұр? Көрді. Не істеді Айгерім? Жинады. Яғни міне осындай осы етістіктер не істеді деген сұраққа жауап береді екен. Ары қарай қайтты. Қасқыр қайтты, ұлыды. Найзағай қайтты, жарқылдады. Ит қайтты, үрді. Дала қайтты, гүлдеді. Яғни міне қайтты деген сұраққа осы сұрақтар жауап береді екен, осы сөздер жауап береді екен. Ары қарай не істейді? Ойлайды, жазады. Не істейді? Әлі болған жоқ, не істейін деп тұр. Не істейді? Ойлайды, жазады екен. Міне балалар, бүгінгі видео осымен тамам. Балалар, егер сендерге менің каналым ұнаса, видеоларыма лайк қойып, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Және достарыңа айта жүріңдер. Осымен видео бүгінгі аяқталды. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.